жетпесе қызға, қыз ол мүмкіндік бермесе, одан кейін танысы жалғаспаса, бітті, артына жаман әңгіме айтасыңдар. Ол деген, бүйтті, сөйтті деген сияқты, ондай нәрсе керек емес. Тем более жастарын әжептеуір жасқа келіп қалған ғой, уже түсіністікпен қарайтын деген сияқты ғой. Енді ал Ринатқа келетін болсам, Ринат негізі ақкөңілдігінде енді сөзіміз жоқ. Бірақ осы жерде мен ойлаймын да, бір Аидаға бір ұнатып, бір сондай бір жағдай болды деп ойламаймын шыны керек. Ринат жақтан жай ғана енді отырды, үміткер келмеді, Аидада да как раз үміткер келмей жатыр. Осы жерде бір сөз сала қояйын, бір таныстыққа ұсыныс тастап ортаға шығып кішкене әңгіме болайық деген ғана ой болған сияқты. Егер де сенде бір Аидаға деген хотя бы симпатия ұнату болса, мына жерде бағана Аягөз айта кетті ғой, Аида саған әйел болатындай қыз емес деген кезінде сен тұрып айтатын едің. Жоқ, сен неге олай айтып жатсың? Мен Аидан білем, ол осындай қыз деп сен наоборот қызды көтеретін едің. Ал сен жарайды енді кім не айтса да бәрібір ұсынысты алса алды, алмаса қойсын деген сияқты отырсың сен. Балауса ханым. Ол саған бір минут. Ол лайықты әйел болмайды деп әңгіме айтқан жоқ. Маған да сөз берген жоқ. Жан-жақтан бүкіл пікір айтып кеттіңдер. Балауса ханым. Жоқ, сен просто қараш, Ринат, мен ойлаймын да, балауса ағам жігіт ұнатып тұрса, кішкене бір ұшқын болғаннан кейін барып таныстыққа сөз салады ғой. Сенде бір сондай жағдай болса, атып ұшып жынданатын ғой. Аида ондай қыз емес, мен танимын ғой оны уже деген сияқты. Сенде ондай эмоция болған жоқ қой. Сен отырдың просто, айтарларыңды айтып алыңдар, көреміз енді не боларын деген сияқты болды. Балауса ханым, менің ойымша мынандай ситуация сияқты да. Ринат аға негізі Жансаядан көрмеген жылулығын Аидадан көргеннен кейін осындай Аиданың жылулығын өзі бітіп махаббатқа балап алған секілді. Енді негізі былай қарасақ, Жансаяның тарапынан бірде-бір даже жылу сөз ала алмады ғой. Ал Аида оған өзінің дос ретінде, өзіне қамқорлығына танытып, енді аға ретінде оны қайта-қайта историясына салып, мына жерде қаншама пікірмен Ринатты қолдап жүргеннен кейін, Ринат аған тарапынан осындай болған сияқты, енді мына жерде ешқандай қыз мен бүйтіп не істемейді ғой, маған бұндай жақындығы жоқ қой. Содан кейін типа Аида маған осындай нәрсе көрсетіп жүр ғой, одан кейін осыған сезім білдіріп көрейінші деген ғана ой болған сияқты. Бірақ іште Ринат аға біліп тұр да, Аиданың оған қарамайтынын, деп айтпайтынын біліп тұрған секілді. Жоқ, балауса мен келісемін мысалы бұл нәрсе. Не үшін қарамайтын мынандай? Или бір жері кем ба, біздің бір жеріңше қалай Аида қарамайды? Қарай айтты мен саған. Ол да адам, ол да жігіт, ол да қарата алады деген сияқты. Сен просто мына жерге кемсітуге әкеліп жатсың. Қайтадан ше қарамайтын уверенмін деп кәдімгідей. Ол нәрсе керек емес. Бір жерде жігіт, бір жерде қарата алады. Мен мына жерде кемсітетін ешқандай әңгіме айтқан жоқпын. Жаңа Нұржанның да пікіріне өзің мына жерде күліп отырып, енді мына жерде Ринат ағаны қолдап очко жинамай-ақ қой. Менің айтып жатқан нәрсем Аида Барыс ағаға да мысалы сондай ситуация ғой, Барыс аға мен Ринаттың тағдырлары бір. Мен тағдырға келген кезде соны былай айтып тұрғаным негізінде демейтін де секілді. Сен қайдан білесің? Может, типажына келетін шығар Ринат Айдан? Қазір көреміз. Ішіне кіріп шықпадың ғой. Қазір көреміз. Аида не айтайын деп жатыр? Балауса ханым, негізі мына жерде көп пікір кетіп жатыр ғой. Бағанан бері үндемей отырмын, тілім тістеп қалып жатырмын да, бірақ қазір мен